Магнус эффектісі немесе Роберто Карлостың соққысы. 1997 жылы Франция мен Бразилия арасындағы футбол матчында Роберто Карлос 35 метр қашықтықтан айып соққысын орындайды. Қақпаға соққыны тура жасау қиын болғандықтан Роберто Карлос мүмкін емес соққыны жасауды ұйғарады. Яғни Роберто Карлостың тепкен добы қақпадан қиыс кетіп бара жатқан сияқты болып көрінгенмен аяқ астынан өзінің бағытын өзгеріп қақпа төрінен табылып гол соғылады. Ньютонның бірінші заңына сәйкес доп өзінің бағытын белгілі бір қашықтықта өзгертпей бара жатқанымен ол бағытын өзгертіп жіберді. Оның бағытын өзгертуі қалай орындалды? Бұның сыры неде? Бұның сыры бізде доптың айналуында. Яғни допты Роберто Карлос тепкен кезде ол доп өзінің бағытын ауа қысымының ағындарының әсерінен өзгертіп жіберді. Яғни біздегі жоғарғы ауа қысымы мен төменгі ауа қысымы айырмашылығы доптың бағытының өзгеруіне алып келді. Бұл эффект бізде Магнус эффектісі деп те аталады. Магнус эффектісі бізде кейде банан соққы деп те атайды футболшылар. Банан соққысын жасау бізде өте қиын соққы, бірақ бұл соққыны жасасақ өте әдемі голдар келеді. Бұл соққыны жасаудың қиындығы, яғни өте қатты тепсеңіз доп қақпадан асып кетуі мүмкін, жай тепсеңіз доп қорғаушыларға тиіп қалуы мүмкін. Техникалық тұрғыда орындалуы қиын соққылардың бірі. Бұл соққыны орындау арқылы біз қақпаға тура соққы бағыттап, бұрыштамадан әдемі гол соғуымызға да болады. Исаак Ньютон бұны алғаш рет теннис ойыны кезінде 1670 жылдары байқаған. Бұл соққы бізде басқа спорт түрлерінде де қолданылады. Бұл жағдайда да дәл сондай принцип қолданылады, яғни бізде ауа ағындарының әсерінен доп өзінің бағытын өзгертеді. Бұл соққыны жасаудағы енді бір теорияны ұсынып көру, яғни доп тепкен жағдайда өзімізге қайтып келетіндей жасау мүмкін бе? Жоқ, бұл мүмкін емес. Себебі біз қанша допты кедергісіз тепкен күннің өзінде де доп спираль тәрізді айналып, қандай да бір жерге жеткенде тоқтап қалады. Доп өзімізге айналып келетіндей, бумеранг тәсілімен жасайтындай соққы жасау үшін біздің соққымыз Роберто Карлостың соққысынан 15 есе жылдам соққы болу керек. Ал бұндай соққыны жасау мүмкін емес.